Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді оригинал питаның рецептісін бөлісетін боламын. Каналымнан алыстамай, видеоны соңына дейін қарап тіркеле кетіңіз. Алдымен жұмсақ қамыр илеп аламыз. Оған қосатын заттардың құрамын описание бөліміне қалдырып кетемін. Таза ыдысымызға жылы сүт, 1,5 стакан жылы су, тұз, қант салып, үстінен дрожж салып, сұйық май құйып, жақсылап араластырып аламыз дағыны. Ұнымызды екіге бөліп салып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Одан кейін жылы жерге бетін жауып 1,5-2 сағатқа қоямыз. Көтерілгенін күтеміз. Оған дейін біз соус дайындаймыз. 3 кішілеу қызанақты алып, пышақпен осылай тіліп, үстінен су құйып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Одан кейін алып, осылай қабығын аршып, тазалап аламыз. Майдалап турап алып, блендерде өткізетін боламын. Сіздер блендер болмаса, үкіштен өткізсеңіздер болады. Сұйық массаға айналу керек. Осылай ыдысқа құйып алып, үстінен 1 ас қасық томат құямыз. Тұз саламыз. Кез келген өзіңізге ұнайтын приправа қосып, 2 ас қасық сұйық май құйып, жақсылап араластырып қойып қоямыз. Енді қамырымызды 3 бөлікке теңдей етіп бөліп аламыз. Одан кейін бетін жауып 10 минутқа қоя тұрамыз. Мен осындай моцарелла сыр және колбаса қолдандым. Сырды үкіштен өткізіп алдым. Колбасаны домалақ етіп турадым. Енді қамырды осылай пергамент төсеп, жұқалап етіп жаямыз біртіндеп. Қамырды барынша жұқалап етіп жайып, осылай шеттерін түйіп, үстіне дайындап қойған соусымызды құйып шығамыз. Бетіне үкіштен өткізген сырымызды толықтай құйып салып, колбасаларды орналастырамыз. Енді осы пиццаны қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Қайтады қарап тұрып, сырдың күйіп кетпеуін қадағалаймыз. Осымен біздің пиццамыз дайын болды. Өте дәмді. Үй жағдайында тез әрі оңай дайындалады. Отбасыларыңызға, бала шағаңызға дайындап беріңіз. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк басып, тіркеліп, қолдау білдіріп қойыңыз. Сіздермен бірге болған Мөлдір.